Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қалампыр А, бета, В3, В4, В6, В9 тобындағы дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылынан да кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Қалампырдың емдік қасиеттері: күн сайын 2 дана шайнап жүрсеңіз созылмалы ангинадан құтыласыз. Тамағыңыз ауырған кезде шайнасаңыз, ауырғаны бірден басылады. Тамақтанудан 30 минут бұрын бірнеше дана шайнасаңыз, ішектің ақ құрттарын 2 күнде өлтіреді. Қалампырдың әрбір шоғының құрамында эвганол, карифилон және иланген сияқты хош иісті 20% эфир майы бар. Сондықтан да оның ақ құрттан басқа ағзадағы инфекциялық бактерияларды және де туберкулез өлтіретін қабілеті де бар. Ауыз қуысының қабынуын емдейді. Сағыздың орнына шайнау стоматит және перидонтит және гингивит ауруларын емдейді. Ауызды жуатын кез келген заттан артық шайнау арқылы жағымсыз иісті басады және қайтадан иісті болдырмайды. Құрамындағы эвганол қатерлі ісікті тоқтатуға және оның қайталануын болдырмауға жақсы көмектеседі. Бұл арнайы сынақтармен дәлелденген және мұны тұқым қуалайтын қатерлі ісікке шалдығу қаупі бар адамдарға аурудың алдын алу үшін үнемі қолдануға кеңес беріледі. Төмен қысымды көтеруге жақсы көмектеседі. 2 данасын шайнау 1 кесе кофе ішкенмен тең. Қан қысымының төмендеуінен болатын шаршағанды, бас айналуды және бас ауруын басады. Бұл 2 тал қалампыр энергияны қалпына келтіреді және дененің қорғаныс қабілетін, иммундық жүйеңізді арттыра түседі. Бұл хош иісті дәмдеуіштің құрамында В дәрумені ұйқысыздықты жойып, тыныштандыратын антидепрессант әсері бар. Шайдың хош иісін, дәмін және жылу сапасын арттыру үшін оның 1-2 талын үнемі 1 шәйнек сүтті шайға қосып ішіңіз. Егер сіз оны отбасымен қолданғыңыз келсе, түнді ұйықтар алдында мол аралық 1 кесе сүтке сарымай, ас содасы, біраз қазық арпа талқанымен араластырып, 1 тал қалампыр қосып дәмін шығарып ішіңіз. Таңертең оянғанда керемет демалып тұрғаныңызды сезе бастайсыз. Қалампырдың сапасын тексергіңіз келсе, оны кеседегі суға қатты лақтырған кезде тігінен жоғары қалқып кетсе, немесе ыдыстың түбінде тігінен тұрса, бұл эфир майы әлі де бүтін және емдік қасиетін жоғалтпағанын білдіреді. Ал көлденең және қалқып тұрса, эфир майының буланғанын және терапиялық мәнін жоғалтқанын көрсетеді. Мыналарға тыйым салынады. Егер өсімдікке аллергияңыз болса, мүлде қолданбаңыз. Сүт түстері түспеген немесе тісі енді шығып жатқан кезде қолдануға мүлде болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға қолдануға болмайды. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Ем болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.